көктем келсе, кешегі ашылған гүлдер ұқсап жеңіл киініп алып, сонымен жылда көктем басталмай ауыратын әдетім бар. Негізінде однолюб болған өте қиын. Себебі өзің сезімге сен кәдімгідей верность болады да, сенде сатқындық болмайды. Сен біреуді біреуді жақсы көресің, шын жүрегіңмен, миыңмен, безусловно бір адам жақсы көресің. Ол сені жақсы көрмесе де, сен сезім туралы білмесе де, сен просто оны жақсы көріп жүре бересің ғой. Сол адамды ойлап, армандап, қиялдап. Сол пока оны ұмытуға қанша уақыт керек белгісіз, әркімге әртүрлі шығар. 1 жыл, 2 жыл, 5 ай, 3 ай, 1 ай, может, бір күн ұмытқаннан кейін барып, өзімен жұмыс жасап, трансформациядан өтіп барып, бәрін содан бір сабақ алып, одан кейін барып, мен дайынмын дейтін шығарсың жаңа отношениеге. Қазір жоқ, дайын емеспін. Солай. Негізінде қыздар тұрмысқа шықпаған 25-30 жасар қыздар естеріңізде жақсылап сақтап алыңыздаршы. Күйеуге тиюдің ерте-кеші жоқ, жақсылықтың ерте-кеші жоқ, заңдылық жоқ мынанша жаста тұрмысқа шығу деген. Чем асығып жұрттың құлағым тыныш болсын, жұрттар қашан күйеуге тиесін деген сөзден құтылу үшін күйеуге тие бердің бақытсыз болып ажырасып келгеннен гөрі лучше өз адамдарыңыз күтіңіздер. Өздеріңізбен биыл 8 жылдан асып кетті. Күйеуімнен ажырасқаныма бәрі таңғалады. Неге осы уақытқа дейін күйеуге тимедің деп. Енді ажырасқаннан кейін 3 жылға дейін мен өзіммен жұмыс жасадым. Есімді жинап алам дегенше 3 жыл болды. Қызым кішкентай болды. Сөйтіп 3 жылдан кейін, 3 жыл өткеннен кейін мен енді жағдайым дұрыстайын деп ақша жинап, дүние жинай бастадым. Кейін бәрі нормально болып келе жатқаннан кейін, мен бірақ всегда ойлайтын менің өзіме айналған бір адам бір жерде бар деп ше. Кәдімгідей ерекше екеуміз арамызда кинодағыдай махаббат болу керек, неземная любовь болу керек, кәдімгідей космос махаббаты болу керек деп ойлайтын едім да. Сондай адамды іздейтін едім. Ондай адам табылмады ғой енді. Содан кейін мен күйеуге тимедім. Солай андай кемпірлер мен шалдар болады ғой, бір-біріне гүл сыйлап, жасы 70-тен асса да. Мен бүгін кемпірімді алғаш көргенде ғашық болып отырмын деп, вот сондай махаббат қаладым, ондай махаббат кездеспеді. Мен қызым өмірге келгеннен кейін бір аптадан кейін ажырасып кеткен, больницада жатып прям ше, больницадан қашып кеткен ғой үйге. Содан кейін қызым 31 ай болғаннан кейін босанғаныма жаңағыдай жұмысқа шығып кеткем. Сөйтіп өзімді алдадым да. Күйеуімді хотя мен жақсы көрмесем де, по-любому андай ажырасты деген ат болады, депрессия болады, оның барлығы болады, оның барлығы нормально. Ажырасу қылмыс емес, жалғыз сіз ғана ажырасып жатқан жоқсыз, екінің бірі ажырасып жатыр. Сол үшін мені құтқарған нәрсе, мен қызым босанғаннан кейін 2 айдан кейін өзімнің бір бизнесімді, 4 айдан кейін екінші бизнесімді ашқам. Сол нәрсе мені қатты құтқарды. Себебі алданасыз ғой, кешке күндіз жұмыс істеймін, кешке тойға шығам, анда барам, мында барам, анадамен сөйлесем, мынадамен сөйлесем. Сөйтіп жүрген кезде иногда күйеуім атын ұмытып қалатын едім. Үйге шаршап кеп құлайтын едім да, азына сағат жете тұрып қайтып кететін едім. Сол нәрсе мені құтқарды. Сол нәрсе барлықтарыңызға совет беремін. Егер ажырасып жатсаңыз, өзіңіз жақсы көретін жұмысыңызбен айналысыңыз. Бірінші танысып тоқтаған кезде қатты өкінгем, білейін бекер келіппін, неге сонша наив болдым, вообще келмеуім керек еді деген сияқты. И то бірінші танысып тоқтағаннан кейін жұрттың бәрі маған ақыл айтып, позор деп жазып кетті. Сол кезде сестренкам айтқан болатын, сол передачаны енең көреді ғой, сен жылап, сонша халықтың алдында позор болған көріп бір рахаттанған шығар деп айтқан кезде засредись қой. Жоқ, қазір шүкіршілік айтам. Егерде уақытты артқа айналдырып келсе, барлық нәрсені үтір нүктесіне дейін тура солай болған қалайтын едім. Себебі мен қазіргі состоянием, білмеймін, қазіргі состояниемді мен қанша ақшаға да сатып ала алмайтын едім. Сол нәрсе қатты маған сабақ болды, қатты трансформациядан өтіп, қазіргідей гармония, духовно өстім, адамдарды қалай бар солай қабылдауды үйрендім. Спокойствие, самый главный спокойствие, мен иманым күшейді. Күйеумен жеке араласу деген жоқ, тек қысына келген кезде алып шығатын едім. Сол кезде қасында жүрген кезде чувствовать етемін ғой, адамды қатты өкінетін. Енді мен әдемі болып шығам, қасына жүремін. Сол кезде қызы жүреді, прям өкінетін ғой. Мен қадірімді білмегеніне қатты өкінетін, мен оны сезетін едім. Солай. Былтыр сентябрьге дейін жазатын ол маған. Мен проектке ноябрьде бардым, ол сентябрьге дейін жазатын. Қайтып семья болайықшы, өтініш, қайтып үйленейікші, күшті семья болып кететін шығармыз деп. Жоқ, мен қарсы болдым. Мен жақсы көрмегеннен кейін, әбден көңілім қалдырғаннан кейін қайтып оралғым келмейді. Ол әлі үйленген жоқ, 8 жыл өтсе де мен бірақ Құдайдан тілеп жүрмін.
семья болып кетсін, өзінің адамы жолықсын, бақытты болсын деп биыл қатты тілеп жүрмін. Но әкелік жауапкершілігі өте нашар. Алименттің көзін зорға береді. Биыл туған күне деген жоқ, мартқа да келген жоқ, декабрьге де келген жоқ, солай. Сол үшін барлық адам бір-бірін безусловно жақсы көретін болса, онда өмір деген керемет болып кетер еді ғой. Біз әйел адамдар әсіресе өз-өзімізге иллюзия құрып алып, страдать еткен мастеріміз ғой. Просто егер де таршасыз бір адамды қатты жақсы көріп қалсаңыз, оны безусловно жақсы көріңіз. Ол қалай бір, неважно, оның жағдайы жоқ па, әдемі емес па, или денсаулығы жоқ па, просто жақсы көріңіз. Өйткені Құдай сіздің жүрегіңізде сол адамға деген махаббат. Маған негізі ажырасқан қыздар көп жазады да, сіз қалай күшті болып кеттіңіз деп. Оның бәрі процессті көрмейді, ол менің дайын результатты көреді да. Ал осындай нәрсеге жету үшін менде не деген жұмыстар болды бойымда, кәдімгідей өзімді 2-3 рет бойымдағы мінездерді өлтіріп, басқа мінез қалыптастырып, өте қиын болды. Ажырасу деген бір ауыз сөз да, оның процесс до и после, трансформация, стресс, депрессия деген нәрселер болады ғой. Сол просто біздегі мышление дұрыс емес. Біз көп нәрсе екінші адамнан ажырат етеміз. Тұрмысқа шыққаннан кейін бақытты боламын деп розовый очки киіп аламыз. Ол дұрыс емес. Сіз өзіңіздің бойыңызда гармония жоқ, өзіңізді бақытты қыламайсыз, өзіңізді қабылдамаңыз, екінші адам сіздің просто айнаңыз болады, и все. Сол үшін айтатын едім, тұрмысқа шығудың асығудың қажеті жоқ. Дәрежелі күйеуге тигеннен кейін 3-4 бала шағалы болып ажырасып жатқандар бар ғой. Күйеуіңіз жақсы болып, ішпесе, ұрмаса, измена жасамаса, сіз өзіңізбен жұмыс істеп бастаңыз, өзіңіз жақсы көріп бастаңыз, мүмкін сол күйеуіңіз жақсы көріп кетесіз. Мен негізі өмірде де инстаграмда ажырасқан қыздар көп жазады, кездескенде танымай қалған қызбен кездесіп, прям материально морально көмек берген кезім болған. Енді көп сөйлескеннен кейін уже былай бөле бастайсың да, и көбісіне мышление бірдей екен. Гармония деген ол адамның өз өмірін қабылдау, сонымен бақытты өмір сүру, спокойствие, гармония деген нәрселер. Ол мысалы сізде емес, жалпы адамда, бір адамда мысалы квартирада тұрады, жағдайы жоқ, кредиті бар, бала шағасы ауырып қалады, сосын жаңағы күйеуінің зарплатасы онша емес, бірақ ана әйелде гармония болса, ол спокойно өмір сүреді, бақытты сезінеді, ол барлық нәрсеге күшті